Күз лебі білінісімен-ақ шығыстан ызыңдап тұрып алатын суық жел азнап, Аңырақай даласының тасын суыратыны ежелден. Әсіресе түнге қарай лепіріп, дүниенің астан кестеңін шығарады. Қайсы бір кездері керегені сықырлатып, түндікті үзіп, үй ішін құмға толтырып таң атқанша тас қаяққа сыйғызбайтыны бар. Бұған даланың тымпайы кеудеуінде отырған екі үйдің төрт жаны Тойбай шал, Айхан кемпір бала мен қыздың еті әбден үйреніп алған. Әнемне өшіп қала жазап лүпіл қаққан шишасы құрса ондық шамның жарығына жабылайтыны бар қайсысы тірліктің өзіне тиесілі шаруасымен әуре. Қазірде шал ескі шоқайлардың ұлтанын тігіп балға оған дайындап, кемпір ұршығын иіріп, қыз қазан ас көсеп өздерімен өздері. Бала байқайды. Екі сөзінің бірінде Бөршібай ферма бастықты жерден алып жерге салып отыратын Айхан кемпір бүгін үнсіз. Бөршімбай дегенде айтатыны, мына қараңғалғыр малына неге ие болмайды? Сәл шыдаңыз кісі тауып әкеліп, өзіңізді ауылға көшіріп әкетемін деп еді ғой. О, өлген әкеңнің көріне деп кеткенде, кемпір жуық маңды тоқтай қоймайды. Ферма бастықтың аузын сыртынан зәрге толтырып, бұлқан-талқан болатын кемпірге шал басу айтады. Шыдаңыз дейді Тойбай. Шыдайық бәйбіше. Тойбай-ау, қашанғы шыдауға болады? Мен шыдамағанда не қалды? Соғыс болып жатқан жоқ па бәйбіше? Ауылда мал бағар тіпті қайсы бір кісі қалды? О, қызыл қарым бала, шал шауқан қайтеміз, жағдай солай. Менің жағдайым ше дейді кемпір. Менің жағдайымды қайтесіңдер? Тіпті менің өлі тірімді білетін, білгісі келетін кім бар? Мына өзіңше, осы төртеуміздің төбесінен қазір жай түсіп жайрап қалсақ та ешкім білмейді. Құдай сақтасын дейді шал. Оныңыз не бәйбіше? Шыны сол. Кемпір жуасмайды. Бізді ойлайтын пенде болса, мына аяқ асты жетер адам аяқ тірі жанға жетпейтін жалаң далаға жалғыздан жалғыз тастамас еді. Шынында да Аңырақай даласының алғабас ұжымшарына қарайтын ұлан ғайыр мал жайылымда бұлардан өзге тірі жан жоқ. Бөршімбайдың айтқаны, ұжымшарда қалған бойдақ мал осы екі отар. Бұларды қыстан дін аман алып шықпай, өкіметтің келесі жылғы ет жоспары өлі тірілі орындалмайды. Ал малдың қыстан дін аман шығуы жердің отына байланысты. Аңырақай даласы қара от, жазығы қалың қара жусан, ой-қыры ұйысқан, изен, тауында қылша. Оның үстіне қыс бойы күнгі бетінде қар жатпайды. Осының бәрін жіпке тізе келіп, ферма бастық шалға кемпірді тапсытаған. Онымен қоймай, Айханның алдындағы малды бағуға адам табылғанша, оған да өзіңіз иесіз деп нығырлап кеткен. Одан бері де атасы кемпірді қатты аяйды. Сосын осы шүйе дейпенде Құдайға неден жазды екен деп дал. Сорының әкесі де байы да жер түбіне айдалып, ит пен құсқа жем болған. Сөйтіп атаңның дәулеті түкпірінде жеткен. Солай еткен өкімет енді жалғыз ұлын соғысқа алып кетті. Сондағы Айхан сорының боздағынан айтпаңыз. Сондағы Айхан сорының Құдайды қарғағанын айтпаңыз деп атасы кейде өзінен өзі егіледі. Ұлы майданға аттанғанына ай өтті ме өтпеді ме, екі қызын жетелеп келіні төркініне тайып тұрған. Енді Айқанда қарайлайтын не қалды дейді шал. Қара тұтар кімі бар? Қара басының қайғы шерінен өзге бар қане? Япырай, сонда бұл сорлы мына жарық дүниеден тек боздап бордай тозып өте ме? Бәрі Құдайдан деп еді шал. Енді бір кезекте Құдайдан осылай деп алып, іле онысына өз қарсы шығады. Айналайын-ау, көктегі Құдайдың жердегі Айхан несін алыпты? Алайын десе де, Алла тағала адамның құдіреті жете ме? Алла тағала емес адам ғой. Айханды боздатып қойған адам. Тойбай-ау дейді кемпір кейде, адам осы неге қатыгез? Неге бірін-бір аямайды? Бірін-бірі неге өлтіреді? Неге? Өзің білесің, менің тоқ бергенім адам түгіл, малды да маңдайына шертпеген. Енді әне соғыста. Соғысқан соң кісі өлтіреді ғой. Құдай-ау, менің де жалғызым сүйтеді ғой. Сүйтеді әй Тойбай. Бәйбіше, ол енді соғыс, өлтіреді де. Жауды етпесе болмайды дейді атасы. Түптеп келгенде бәйбіше, соғыстың адамның өз ажалын адамның өз іздеуі. Бір адамның қатыгездігі келесі адамда жоқ қатыгездікті оятады. Қасіретіміз осында, көз жасымыздың құрғамайтыны, адамның азап шерден арыла алмайтыны сол. Осылай ойланып, кейде түннің бір уағына дейін шығандап кете беретін мал мен кемпірдің әңгімесін тоғызға қараған дударай көп түсіне бермейді. Бірақ бала жүрек әйтеуір атасы мен кемпірге оңай болып жүрмеген сезеді. Кемпірі жұбатып демеп, күн шуағына қарай жетелеп отырғанмен, шалдың өзінің де шекесі қызып жүргені шамалы. Ана жылғы ашаршылықта қос боздағынан айырылды. Аман қалған жалғыз қызымына Қуанабасты станциясындағы пойыз жүрісінен тұлдыр жетім бір жігітке тұрмысқа шығып еді. Бұрнағы жылы көкірек ауруынан қайтты. Осының бәрін көтерім алған шығар. Кемпір байғұс өткен күзде 3 күн төсек тартып бақилық болған.
күйеу баласы майданда болғанда сол пойызмен жеткізген хабарында әскер оқ-дәрі таситынға ұқсайды. Кеше соғысқа аттанарда мына жаман немесімен шалға келіп табыстап кетті. Табыстап жатып, өзіңіз білесіз, ата менің түбім Маңғыстауда, білмейтініңіз, мен Дүлдүл атаның тікелей ұрпағымын. Кеңес өкіметі орнағанда ауылымыздағы Қайырғали деген белсенді соңымызға түсіп, үй орманымызбен жан-жаққа қаңғып кеттік. Соғыс қатер. Олай-бұлай кетсем, жалғыз өтінішім, ұлым ата жұртын ұмытпасын, ұмыттырмаңыз деген. Еркек бала емес пе? Дударай әжептәуір қолғанат. Әсіресе Айхан кемпірге үлкен демеу. Көбіне соның қойын бағысады. Қыз болса оның жағдай басқа. Бейшара туа малқау. Шал оны 30 жылы Құлжабасы станциясына баратын үлкен жолдың бойында өлгелі жатқан жерінен тауып алыпты. Жасы қазір 14-15-те. Кәдімгідей бой жетіп қалған. Қайғылысы, мына жалғанда не болып не қойып жатыр. Не болып не қояды. О байқұсқа беймәлім. Әйтеуір қарамосқа шәугіміліп, от жағып шай қайнатып дегендей үй тіршілігіне өлердей пысық. Әдеттегідей түнгі жел өлердей құтырып тұр. Ышқынған сайын кереге оғы сықырлап, ескі киіз үй теңселіп кетеді. Баланың көзі кемпірде. Неге бүгін үнсіз, неге түсі басы қаша суық. Ұршығын жайына қалдырып қазандыққа итініп алыпты. Шағын дене содан сайын шөгіп бүктетіле түскен. Терісі әбден солып кеуіп қалған бетінің әжімдері бұрынғысынан да сай-сай. Дударайдың бір таңқалатыны кемпір соғыстағы баласын айтып ботадай боздағанда көзінен тамшы жас шықпайды. Әдіре қалғыр дейді артынан. Қурап суалды деген осы. Қурап суалған соң көзімнен жас та шықпайды. Ес білгеннен еңіреп келем. Ыстық жас мүлде түргесілді. Құрғақ жастан асқан азап қорлық қайда, кімде бар? Қаперінде тұрып алатын баланың қорқынышы кемпір ұлының опат болғанын естіп қойса, Құдай жарылқағанға оны тек екеуі ғана біледі. Осыдан бір ай бұрын Тымпайға Бөршінбай келген. Кісіге бұлар қатты қуанды. Атасы жалғыз серкесін сойып тастады. Соның басын асып мүжіп өзі ала келген екі жартылықтың бірін тауысып екіншісінің аузын ашса да ішпей ықылға атқан ферма бастық кемпір сыртқа шыққан мезетте атасына сыбырлаған. Сорлының баласы. Не? Атасының даусы бір түрлі үрейленіп шықты. Жырық ауыз селсебетке қара қағаз келген екен. Алмай кеттім. Бөршінбай, жап аузыңды жап. Шалда береке қалмады. Өледі. Сеспей қатады. Ой әттең-ай. Бөршінбай ертеңгісін түндегі қалған арақты екі бөліп ішіп, жылтпаға тойып алған соң атқа мінген. Дәл осы кезде кемпір, әй бала, хат қайда деп шаужайдан алмасы бар ма? Әй дудар, ойын атасы бұзды. Иттер тым шыжбалақтап, шығып мылтығында атып қойсаңшы. Шалдың 32-ші қара мылтығы бар. Атқа мінсе үнемі тақымында жүгіреді. Далада құс көп. Сосын жара жұқпал қоян кекілік бұлдырықтан пенде емес. Сонау Қараой жазығында Дудара қарығындағы Сораң тауында арқар бар. Шалдың атқан оғы құр кетпейді. Арқар іздеп елік аңдыған, өрістен жолыққан майда аң құсты жібермейді. Ол өнеріне Дударайды баулып қояды. Бала сыртқа шығып мылтық атты. Қақаған суықтан қашып үйге кірген соң Айхан алая қарады. Босағадан гүрсілдетіп арып-арып атсаң біреу көтеріп әкете ме? Дудара яңтаң. Кемпір бұрын соңды бұған бұлай діңкілдеген емес, шалда басын көтеріп алды. Бала мұңайды. Мұңайса болды көзінің алдында пойыз ары-бері сапырылысқан составтар станцияның бір-біріне іркес-тіркес үйлері елестеп қоя береді. Бұлардың үй темір жолға таяу, соның бойында болатын. Батыстан шығысқа, шығыстан батысқа ағылған пойыздар, оларға мініп түсіп жататын адамдар бәрі қызық, әрі түсініксіз еді. Бұлар қайда барады, неге барады, қайдан келеді мүлде беймәлім. Көкесінің айтатыны өмір осылай, адамдардың оңды-солды қозғалысы. Кейін өзінде өстесін дереді ол. Екеміз дүниенің төрт бұрышын шарлап, оны 10 орап шығамыз. 10 орап жүріп сенің бақытыңды іздейміз. Өзгелердің бақытын көреміз ұлым. Сөйткен бапасы қайда, соғыста, шал мен кемпір айтқанда, не ол өледі, не оны өлтіреді. Өлетін де өлтіретін де болса адамды неге соғысады? Неге? Атасының айтуынша осы Аңырақай даласында да қырғын соғыс болған. Бір қазақ таяқ жесе, бір қазақ жер түбінен жететін заман екен ол. Мұздай темір құрсанған қалмақты оның осы қасиеті жеңіпті. Осындай қасиеті бар, қай жұртты да көкте Құдай, жерде жау алмайды дейді шал. Қан кешіп қасірет шегерміз, бірақ түбі жеңіс біздікі. Өйткені аққа Құдай жақ.
Жау ертерек жеңілсе екен деп көксейді Дударай. Ертерек жеңілсе көкесі де келер еді. Келіп бұлар өз үйлеріне барар еді, барып бұрынғыдай тұрар еді. Сосын көкесінің паровозына мініп екеуі рельстің үстімен шексіз дүниенің түпсіз көкжиегіне қарай самғап бара жатар еді. Күннің үстіне жаман сірә биыл қыс әдеттегіден ерте түсер деді атасы, аяғын жазып. Келер жұмадан қалмай қыстауға көшіп алмай болмас бәйбіше. Қыстауы құрсын деп кемпір шаңқ етті. Неғып өртеніп кетпейді ол қараң қалғыр. Бәйбіше, қарабет болып отырмыз Тойбай. Шал кемпірге біртүрлі аңырайып қарады. Боқай сөзің байқұс. Мына албасты көжеге тойып алыпты деп кемпір мақау қызға қарады. Көжеге тойған не істеп шал дәнеңе түсінбей аң-таң. Қыз екі қабат. Баланың жүрегі аузына тығылды. Атасы тіл ауыздан айырылғандай сілейіп қалған. Солай есеңгіреп біраз отырды да сұрады. Сонда қалай? Қайтып? Оны мен қайдан білем? Кемпір ерін сылп еткізді. Менің білетінім, бұл жерде өзінен басқа еркек жоқ Тойбай. Әй Айхан, атасының дәл қазіргідей ащы даусын бала еш уақытта естіген емес. Ойбай, сен нені меңзейсің? Дәтің қалай барады? Сонда қайт дейсің маған, ұрғашы деген күлге аунап бала таппайды Тойбай. О, атаңның көрі Құдай. Шал жер тоқпақтады. Ал мені, ал, мені еркек деп отыр әлі. Еркек деп. Еркек екем, нәлет. Дударайдың тісіне темей сақылдады. Басы деңіп көзі қарауытты. Жаңа әзірде азынаған желмен әлсін теңселіп тұрған киіз үй енді шыргөбелек айналып әлдеқайда ұшып бара жатқандай. Отырғандар біртүрлі қыңыр қисық болып көрінді. Ендігі бір сәтте кемпір қиралаңдап есіктен шығып бара жатты. Атасы бүк түсті. Дәнеңе түсінбеген мақау қыз бұған қарап жымиып қойды. О Құдай, баланың көз алдында. Шілде айы етін. Онда бұлар бес қауға жайылымда отырған. Шал мен кемпір малды тың қылаң бере өркісіп кетеді де түске қарай бір оралады. Бала мен мақау қыз үйде қалады. Сондай күндердің бірінде сәске енді болған кез. Төсекте жатқан екеуінің үстінде еңгезердей біреу екі бүктеліп кіріп келді. Аузы басы сақал мұрт қаптап кеткен жалғыз көз еркектің әзірейілдей суық жүзінен жан шошитын еді. Екеуіне жалғыз көзін алма кезек жүгіріп алған соң төтеннен келген пәлекет қызға қарап ырсиды. Ырсиып тұрып бұлардың үстіндегі тозығы жеткен әр жерінен жүні көрінген көне көрпені жұлып алған. Мақау қыздың көйлегінің етегі беліне қарай жиналып қалған екен. Жалаңаш борбайын қайда жастыралын білмей тыпырлады да қалды. Жалғыз көз енді ай-шайға қаратқан жоқ. Дударайды тоқпақтай қолмен маңдайға бір салып есеңгіретті де мақау қыздың әлгі түгел жетіле қоймаған нәзік тәніне алпамса денесімен шөге берді. Бала қыздың келеңсіз, әрі ащы айқайынан естиді. Қыздың тұншыққан, қиналған, аянышты бейшара үні мен жалғыз көздің ыңқылын еріксіз естіп жатып ботадай боздап бордай тозды. Күллі қан тамырын қара суық кеулеп алғандай өн бойы дірдектеп, құртақандай жүрегі мұз болып қатып қалды. Яттан, қорлықтан өлі мен тырның арасында барып келіп жатқан бала көзін бір ашқанда еркек төбесінен төніп тұр екен. Шалбарының ышқырын көтермепті. Келідей жалаңаш бөксесін жайрап жатқан қызға беріп, екі тізесін сәл бүкті де балаға босаға жақта тұрған қара шәугімді алғызды. Сосын күректе алақанына су құйғызып, ауын апыл-ғұпыл жуып шалбарын көтерді. Шалбарын көтеріп жатып, әй көкшешек, мына қыз не мақау ма деп гүргір етті. Сосын, не де болса қатын еттім, енді ар жағын өзің үңгірлей бер деп қырық күлді. Сосын өңі тез бұзылып, белінде салақтаған екі жүзді сапысын мұның алақанына тақады да, ана кемпір шалға айтып қойсаңдар, бәріңді түгел бауыздап кетемін деді. Есіктен екі бүктетіліп шығып бара жатып, сапысын тағы көрсетті. Бала мына сұмдыққа қалай неге тап болғандарын білмей түсіне алмай қатты мәңгірді. Бұл кім? Қайдан келді? Дударай сонау Сораң тауының ар жағындағы Құмай төңірі көрші облыстың азын-аулақ ірі малдары жайланатын жалғыз көздің сонда жылқы бағатынын, алыстан мал ұрлайтынын сондай оймен кеше екіндіден бұлардың қонысын жоғарда қалың қамыс арасында жатып барлағанын, алайда шал мен кемпірдің мініс аттарына көңіл толмай, сол арада үйге кіріп шығып жүрген өрімтал қызды көріп, қайтсе де соның тәнін айырып кетуді ұйғарғанын әрине білген жоқ. Бетін алақанымен басып, екі иығы дірдек қағып, жайрап жатқан қыздың үстіне көрпе жапты. Жауып қойып қызды әзер жұбатты. Жұбатып алып, мұны тісімізден шығармайық, айтсақ жаңағы жаңалғыш бәрімізді түгел бауыздап кетеді деп қимылмен әзер түсіндірген. Түсте өрістен оралған кемпір мен шал өң түссіз отырған қыз бен баланы көріп жаман апалақтаған. Шошынып, ұшынғаннан саума десіп ас түстеріне түсті. Тіпті шал қой бұларды сорпалайық деп жардай бір қойды жайрап тастаған.
Бала болған жайды атасына айтуға қанша оқталса да жүрегі дауаламады, қорықты. Жалғыз көз түгел бауыздап кетер деп шошынды. Бірде атасы екеуі қойды кемпір мен қызға тастап, Сораң тауына арқар атуға барған. Сонда әлгі жалғыз көзге оқыс жолығып қалды. Еңгезерде неме ай-шай жоқ салған жерден ақсақал немене, немсіз деп жүрсіңдер ме деген. Шырағым анда-санда аң-құс қағатынымыз бар еді, деді атасына асвайнатып. Ал әлгі немісіңмен құдайға шүкір балалар есеп айырылысып жатыр. Қалай бірдеңе шығатын ба де, нені айтасың? Жеңеміз деме немісті қайтеді. Оны мына сендер білмейсіңдер ме? Жассыңдар, ғазет оқисыңдар. Ойбай ақсақал, ғазетіңіз не? Ғазетіңізді өзім тумысымда екі-ақ жол көргем. Атасы жалғыз көздің тегін руын сұрап еді анау. Ақсақал, бізде тек ру деген болмайды. Бәріміз советскийміз деп ырқ-ырқ күлді. Сосын сөз арасын дереу басқа жаққа бұрып жіберді. Атқан оғы құр кетпейтін сұрмерген болсаңыз, анау көрінген шағылдың теріскей бетінде екі үйір арқар жүр, деп атын тебіне берген. Тебіне беріп, Дударайға жалғыз көзін бағжаң еткізбеді. Баланың зәресі ұшты. Иттің сүрін деген шал, басын шайқап, көзі жабылмаймы немене? Содан Дударай жалғыз көз соңғы рет қыркүйектің басында көргі. Тымпайға көшіп келгеннен кейін атасы мақау қыз екенін бақырауық сары атқа мінгізіп қыстауға екі бөлмелі ескі тамның іші сыртын сылауға алып барған. Қыз бен бала топыраққа жылқының қиын қосып лайшылап, үйдің түскен жерлері мен еденін сылап дегендей бір апта күзеу мен қыстау арасында сары люктің қызығын көрген. Сол үй сылаудың соңғы күні мекен. Түс әлетінде екеуі там көлеңкесінде демалып отыр еді. Желке тұстағы қылтадан дүрсілдетіп бір ат шыға келді. О сұмдық жалғыз көз келді де ат үстен қарғып түсіп, тізгінді қораның сыйдиып тұрған бел ағашына іле салды. Сосын Дударайды итпісің, кісімісің деместен сілейіп тұрған қызды бажылдағанына қарамай тік көтерген бойы үйге алып кіріп кетті. Ары отырды, бері отырды. Аналар жоқ, есі шықты. Мүмкін ана пәлекет қызды өлтіріп жатқан шығар. Атып тұрып барып ақырын терезеге үңілген. Үңілсе, жалғыз көз қызды екі қолмен жаман пешті тіретіп, өңкейтіп қойыпты да өзі арт жағынан артылып, алып изеңдеп тұр. Мақау қыз үйден жалғыз көз аттанып кеткеннен кейін барып бірақ шықты. Жыламаған, сықтамаған. Қайта аппақ жүзінің қызылы молайып, албырап, уылжып тұр. Әдетте кеберсіңкіреп жүретін шошақ еріндері шиедей қызыл. Бала қайран қалды. Уыны сылқ-сылқ көлеңкедегі ескі күпәйкенің үстіне барып сұлай түсіп бірден ұйықтап кетті. Бетіне үңілбеді, қыз жымиып жатыр. Дударай адамның жымиып жатып ұйықтағанын бірінші рет көріп еді. Ол бір түрлі өзіне беймәлім күй кешті. Қызды аяп отырма, жек көріп отырма, әлде өзі ұялып отырма, қорланып отырма білмеді. Сірә оның барлығы бар. Соның барлығы жан дүниесінде алма-кезек ат ойнатып жатыр. Жылады, қыстығып, қиналып, ұзақ есеңгіреген. Құдай, бала атасының қарлығып, қаңсып шыққан азал үнінен селк етіп ойға батқан басын көтеріп алды. Құдай, мынаны естірткенше ал мені, деп шал басын керегеге ұрғылады. Қайдасың сен, көктесің бе? Көкте болсаң неге көрмейсің мені? Дударай енді бұдан ары шыдап отыра алмады. Ата, ата деген ботадай боздап. Ата, мен білемін. Шал оқыс бұрылды. Нені? Жалғыз көз, сол анада арқар атуға барғанда сораңда жолыққан жалғыз көзше. Сол ата деп бала көз жасына көміліп, көрген білгенін айтып берді. Ойбай, мұны неге айтпадыңдар бізге? Түгел бауыздап кетемін деді. Едәуір есеңгіреп отырған шал бір кезде жаңағы Айхан байқұс қайда деді апалақтап. Ертесіне бала мен шал екі атқа мініп сораңның арғы етегіндегі көрші облыстың Малды ауылына қарай бет алды. Шалдың тақымында 32-сі. Шаруаларды оңынан туып, өңін жайланса қайтар жолда аң қаға қайтуда ойда бар. Қызылға тістері тимегелі біраз. Бұлар діттеген жерлеріне түс ауа жетті. Дударайдың мына өңірді көру алғаш рет. Тауға емінген жағы жайдақ жылға болып келеді екен де ар жағы ұшы қиырсыз, ми жазық. Шал мен бала тона торпақ қайырған бір малшының жөн сілтеумен тау бөктерінде отырған жылқылы ауылға тез-ақ тауып алды. Жарбиған қараша үйден екі бүктетіліп сыртқа шыққан жалғыз көз бұлардың сәлемін де алмады, аттан да түстеген жоқ. Мамағашқа қаңтарылып тұрған қара айғырына қарғып мінді де тауға қарай шоқта жөнелді. Содан жадағайлау құмдауыт өзекке жеткенде ат басын бір-ақ іріккен. Жоқ іздеп жүрсеңдер, деді бірден. Малдарыңды алған мен емес, басқа жақтан іздеңдер. Ойбай шырағым, біз мал іздеп жүргеніміз жоқ, деді атасы. Біз өзіңді іздеп келдік. Мәссаған, ал, келіп қалдық шырағым, келмеске болмай қалды. Құлақ сізде. Ана мүсәпір, қызды айтам. 32-ші жылғы ашаршылықта өлгелі жатқан жерінен тауып алып едім. Енді әне, олары болып бояуы сіңіп қойыпты. Шал, сенің осы не оттап тұрғаныңды түсінсем бұйырмасын. Аяғы ауырлап қалыпты байқұстың. Жүкті ме?
зорлық жасап бетін өзің ашыпсың. Қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер деген атаң қазақ. Тілі жоқ демесең бір үйдің шаруасын дөңгелетіп аға кететін бала. Жалғыз көз жатып келіп күлді. Шал-ау деді сосын. Мақауды айтасың, мен сау қызды алмаймын. Қазір шалым не көп, қылмыңдаған қыз көп, желкілдеген жесір көп. Оның біреуін алып бағып-қағып басты ауыртқанша бәрімен ойнау керек. Шырағым, Құдайдан қорық. Ойнаш жасама деген Құдайды көргенім жоқ шал. Зорлық етіпсің. Андағы боқ мұрның сөзіме Алпамсадай неменің ақшаңдаған көзін көргенде баланың төбе шашы тік тұрды. Ая сорлы бізді, ая деп шал жыларман болды. Өз тұқымың, ана орқылдап келеңсіз күлді. Саған бердім соны, ақсыз ал. Мейлі, оныңа да мақұл, алмасаң қайтейін, бірақ ең болмаса бізбен барып баланың сенен екенін айтшы, сөйтші қарағым, ана кемпірге. Өй кемпіріңді, өй сен адамнан туған шығарсың. Атасы дереу өзгеріп сақалы селкілдей түсті. Тусашы, жа шал, осы тәжікелескенімізде жетер. Қане марш, әйтпесе екеуіңді қоса ат құйрығына байлап жіберемін қазір. Шал тақымындағы 32-сін жұлып алды. Иттен жаралған деді зығырданы қайнап. Мүсәпірді қорлап, шал мылтықтың заты орын сарт-сұрт еткізді. Жалпаңнан түсірейін доңыз. Жалғыз көздің қолындағы құрық шал мінген күреңнің басына қалай сарт етенін байқап та үлгермеді. Ат жалп берді, шал ер үстінен ауып қала жаздап әзер түзелді. Бірақ мылтығы қолынан түсіп қалды. Сол мезетінде жалғыз көз шалды ат-матымен сабалап қуды да кетті. Құрықтан біресе сайдың ана басына, біресе мына басына ауады. Сосын қатарлашы шауып келіп шалды белуадан алады да ер үстінен жерге лақтырып тастап кетті. Одан кейін аттың омырауымен арда берде қағып еш жиғызбады. Шалдың бет аузы қан, басын қорғалап екі қолы ербең-ербең етеді. Көрсетейін саған, жалпамнан түсіргенді деп жалғыз көз тіпті екіленіп алды. Қыздарыңды қатын еткенді айтасың, мен сендерді тірідей көкпар қыламын. Атасын ат бауырына алып дырылдата сүйрей жөнелгенде шал жакетайлап жалына бастады. Солай ма деді анау қыбығанып. Әлі менің табанымды жалайсың, қане құтылып көріңдер. Мен